Ассалаумағалейкум достар. Мынау Қапшағай көлі, бұрын Қапшағай, қазір Қонаев қаласы, облыс орталығы келді қазір. Қараңыздар, мынау Қапшағай көлі. Көлдің үстіндеміз қазір. Дарын рыбак брат екеуміз қазір брат дегенде бауырымыз абрикос десем болады. Қазір балық аулаймыз, Алла қаласа. Қандай балық түседі, сіздермен бөлісіп отырамын. Қараңыздар, қанша халық балық аулап жатыр. Ана жақта киттер жүр, жарып жатыр. Қазір кит жоқ, туниста жоқ бұнда. Бұл жақта бар балық, демек алып дейді. Лещ бар екен, сазан, карась, тағы да басқа мелочевка бар бұл. Красноперка, алабуға деген сияқты оқиды. Енді щука бар ма, жоқ па, құдай біледі. Қанша халық отыр. Абрикос немен аулаймыз? Наживка не саламыз? Мастерлер біледі, не салу керек, немен аулау керек. Бүгін міне мамыражай күн болып тұр. Күннің көзі толық түспесе де күн жылы. Жақсы достар, қазір екінші бөлімін салатын боламын. Күтіңіздер.